Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі сабағымыз 1 желтоқсан тұңғыш президентіміздің күніне арналады. Қазақстан Республикасының әнұраны. Бүгінгі сабақтың мақсаты 1 желтоқсан тұңғыш президент күні мерекесінің мәнін ашу, Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың өмір жолы, туып өскен, оқып білім алған, қызмет еткен жерлері туралы мағлұмат беру, елбасындай отанын, халқын сүюге нағыз азамат, шынайы патриот болуға тәрбиелеу, оқушылардың бойында елбасына деген сүйіспеншілік, құрмет сезімін қалыптастыру. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев 6 шілде 1940 жылы Алматы облысы Қаскелең ауданындағы Шамалған ауылында туған. Балалық шағы таршылық жағдайда өтті. Үлкендердің мал бағуына, бау-бақша өсіруіне көмек көрсету керек болды. Шөпшек теріп, отын жарды. Өзі еске алғандай өсірген аз-маз өнімдерін сатып, үй ішіне қажетті заттар алу үшін есек жеккен арбамен жақын маңдағы темір жол станциясына бару деген керемет мерекесін алған. Мектепті жақсы оқып, жақсы білім алды. Президентіміздің студент кезеңі және еңбек жолдарынан. Жұмысшы Нұрсұлтан. Ол ертесиді, орта мектепті бітіре салысымен Кеңес одағындағы аса ірі Қарағанды металлургия комбинатының көлемді құрылысына аттанды. Құрылыста біраз еңбек еткеннен кейін бір топ қазақстандықтармен Украинаның қаласына барып, металлург жұмысшы мамандығын меңгерді. Бұл шойын құюшы, домна пешінің көмекшісі жұмыстарын атқарады. Ал кейінірек инженер дәрежесіне көтерілді. Елбасы болып сайланды. Президенттің саяси өмірбаянының бастауы 1991 жылы 1 желтоқсанда республика жұртшылығы тұңғыш рет Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевты республикамыздың президенті етіп сайлады. 1991 жылдың 16 желтоқсанында Қазақстан Республикасы жоғарғы сессиясы тәуелсіздік, демократиялық және құқылық мемлекет деп жарияланды. 1992 жылы 4 маусымда жаңа мемлекеттік рәміздер елтаңба, ту, әнұран бекітілді. 1 желтоқсан тұңғыш президент күні. Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаев Әбішұлы халықтың өз ішінен шықты деген кезде, бұны поэтикалық асқақ мәнде де тура мағынасына түсінгеніміз жөн. Себебі Нұрсұлтан Назарбаев Әбішұлы қарапайым ауыл отбасынан шықты. Балалық шағы өте қиын болды. Соғыстан кейін еңсе түзеп келе жатқан кезде көптеген жетіспеушіліктер пайда болды. Адамдар аш құрсақ жүрді. Бірақ та жас Назарбаев бұның бәрін жеңе білді. Жақсы білім алды. От жалынды мамандықты игеріп, азаматтар қатарына қосылды. Халықпен жұмыс жүргізетін басшылық қызметтерге сатылап көтерілді. Президентіміздің ғылыми атақтары: Қазақстан Халқы Ассамблеясының төрағасы,
Қазақстанның қарулы күштерінің жоғары бас қолбасшысы, Дүниежүзілік қазақтар қауымдастығының төрағасы, Нұр Отан халықтық демократиялық партиясының төрағасы, ОБСЕ-нің бас төрағасы. Мен сіздерді тұңғыш президент күнімен құттықтаймын. Енді осы пандемиядан тезірек құтылып, аман-есен мектебімізге оралайық. Сіздерді Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті күнімен құттықтаймын. Қазақтың еліккенен ел, басшысы Жайсаң Кемелдиер. Зейіні зерек өз алғыр, нұрағасынды кемеңгер. Халқым айтқан жер көтерер ел даңқын, елім айтқан ел көтерер жер даңқын. Президентім елбасы аман болғай, жасай бер жас қазағым, өр халқым. Осы тәуелсіз еліміздің намысын қорғайтын, бүгінімізді ертеңіне жалғайтын қазақ елінің ертеңі, болашақ үшін жауап беретін ұрпақ екенімізді сезінеміз. Оқушылар, Нұр-Сұлтан қаласы туралы мәліметті айта отырайық. Нұр-Сұлтан бұрынғы атаулары Ақмолинск, Целиноград, Ақмола, Астана. 1997 жылғы 10 желтоқсаннан бастап Қазақстан Республикасының елордасы. Ақмолинск елді мекені қала мәртебесін 1862 жылғы 26 қыркүйекте алған. Миллионер қала мәртебесіне 2017 жылдың маусымында қол жеткізілді. Ол кезде тұрғындар саны 1.874 тұрғын болды. 2019 жылы 20 наурызда Қазақстанның жаңа президенті Қасым-Жомарт Тоқаев қаланың атын экс-президент Назарбаевтың құрметіне Нұр-Сұлтан деп өзгертуге бұйрық берді. Ақмола облысында Есіл өзенінің алабындағы өзен маңы жазықтығында орналасқан. Әкімшілік жағынан қала 4 ауданнан Алматы, Сарыарқа, Есіл және Байқоңыр ауданынан тұрады. Бүгінгі сабағымыздың қорытындысы: оқушылардың бойында елбасына деген сүйіспеншілік, құрмет сезімін қалыптастыру, елбасындай отанын, халқын сүюге нағыз азамат, шынайы патриот болуға шақырамын. Назарларыңызға рахмет.